Ассаламу алейкум. Еліміздің бастарынасының тікелей эфирінде түскі жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Мәжіліс пен жергілікті мәслихаттар депутаттарын сайлау барысын отандық байқаушылар да қадағалайтын болады. Олардың бір тобымен бүгін сайлауды бақылау жөніндегі республикалық қоғамдық комиссия өкілдері кездесті. Саяси науқанның тәртібін баяндап, байқаушылардың құқықтары мен міндеттерін түсіндірді. Айта кетейік, отандық байқаушылар саны бүгінде 10 мыңға жеткен. Ол саяси сайлаудың кезінде байқап, негізі мына түгел протоколдармен, түгелдермен танысу оның құқығы бар. Сайлаудың кезінде ол негізі мына видео, аудио, запись жазу құқығы бар. Сайлау комиссиялардың жұмыстарына араласпау керек. Себебі оған әкімшілікті және қылмыстықта кодексінде негізі жауапкершіліктерді бар. Бас прокуратура осы парламент мәжілісі мен мәслихаттар депутаттарының сайлауына байланысты үндеу жариялады. Құзырлы орган сайлау процесіне қатысушылардың назарын бірқатар заң нормаларын аударып отыр. Сондай-ақ саяси науқанның әділ өтуін қамтамасыз ету үшін сайлауға байланысты барлық заңнаманың қатаң бақылауда болатындығы мәлімдеді. Оған қоса бас прокуратура барлық жеке және заңды тұлғаларды, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарын саяси науқан кезінде, соның ішінде сайлау алдындағы үгітті немесе жария іс-шараларды заңсыз өткізуге жол бермеу туралы ереже тәртіптерді мүлтіксіз сақтауға шақырды. Үндеуде сайлау туралы заң талаптары орындалмаған жағдайда қандай шаралар қаралатындығы да жазылған. Айта кетейік, саяси науқан барысында әлеуметтік желілер мен ақпараттық сайттар да қатаң қадағалауға алынады. Себебі интернет ресурстарда бұқаралық ақпарат құралдары болып есептеледі. Кереку өңірінде кәсіпкерлік қанат жайып келеді. Мемлекеттен субсидия алып, ісін өрге домалатқандар көп. Солардың бірі Успен ауданының тұрғыны Эфальд Руф. Шаруа табиғи таза сүт өнімдерін өндіреді. Қазір ірімшік мен шұбаты Павлодар облысынан бөлек көрші аймақтардың нарығына да шығарыла бастады. Тілші материалы. Бұл Успен ауданының Константиновка ауылындағы ірімшік қайнату өндірісі. Ел тәуелсіздігімен құрдас кәсіпорын бүгінде ірімшіктің қатты және жұмсақ түрлерін шығарады. Ірімшік қайнатушы өнімнің дәмі ерекше әрі табиғи болып келетін жаңа түрін ойлап тапты. Ол қазақстандық деп аталады. Дайындаудың әдіс тәсілдерін құпия сақтайды. Цехтың тәулігіне 20 тонна сүтті қайта өңдеуге қауқары бар. Қайнатылған ірімшік Шығыс Қазақстан және Павлодар өңірінің нарығында үлкен сұранысқа ие болса да, шетелден әкелінетін жасанды тауарлар қолбайлау болып отырғанын жасырмайды. Главная проблема, где ощущаем трудности, нужна поддержка. Өкінішке қарай шетелден көптеп тасымалданатын өнімдер бәсекесіне төтеп бере алмаймыз. Бұл жосықсыз бәсеке. Себебі жергілікті нарықта көптеп кездесетін ірімшік өнімдері ақуыз май қоспаларынан жасалған. Яғни табиғи тауар емес. Бағасы арзан болғандықтан біз өндіретін ірімшіктерге сұраныс азайып қалады. Ал табиғи өнімнің құны сәл қымбаттау келеді. Дегенмен, соңғы 2 жыл бойы субсидияға қол жеткізіп, кәсіпорынның тамырына қан жүгірді. Енді әлем нарығындағы күрделі жағдайға қарамастан, біз кәсібімізді кеңейтіп, қуаттылығын арттырмақпыз. Қазіргі таңда Эвальд Руфтың фермасында 320 әрі қара мал, 300 шошқа және 17 түйе өсіріледі. Қуантарлығы биылғы жазда еңбекқор шаруа шұбат өндірісін қолға алсам дейді. Ал жоғары сапалы ірімшік өнімдері Астана қаласының тұрғындарына алғаш рет ұсынылмақ. Ал бұл тоқыма шебері Светлана Коновалованың шабытынан туған дүниелер. Бастапқыда ермек үшін басталған іс бүгінде нәпақа табудың көзіне айналып отыр. Қазіргі кезде ол жетекшілік ететін София салонында әйелдерге арналған киім-кешектің 500-ге жуық түрі тоқылады. Тауар шетелде, әсіресе Ресей мен Европа мемлекеттерінде жоғары сұранысқа ие. Сәнді киімді ұнататын шетелдік тұтынушы тоқыма өнімдерге ғаламтор арқылы тапсырыс береді. Айта кетерлігі, бірнеше күннің ішінде кәсіпкер елордадағы Қазақстанда жасалған дүкенімен келісім-шартқа отырмақ. Все вместе совместно придумываем. Тоқыма бұйымдарының пішінін, үлгілерін өзіміз ойлап табамыз. Барлығы авторлық жұмыстар. Сәнқой әйелдердің көңілінен шығу үшін тігіншілермен кеңесіп бірлесіп еңбек етеміз. Шабыт осылай туады. Нәтижесі көз көргендей. Нәзік жандылардың киімдерін безендіруде түрлі технологияларды қолданамыз. Моншақтары мен сәндеу кең таралған. Ертіс өңірінің бизнесмендері кәсіптерін барынша кеңейтуді мықтап қолға алды. Осының арқасында ел тұрғындарын отандық тауарлармен қамтуды көздеп отыр. Шетелден әкелінетін өнім мен сапа жағынан бәсекелес болуда басты мақсат дейді кәсіпкерлер. Ұлан Нарынбек, Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Алексей Амельницкий. Хабар, Павлодар облысынан.
Өткен орақ науқанында ел бойынша шамамен 19 миллион тонна астық бастырылған, соның 5 миллион тоннаға жуығы сырт елге сатылды. Бұл жыл бұрынғы көрсеткіштен 24%-ға көп. Бүгін ауыл шаруашылығы министрлігінің алқа отырысында осындай дерек келтірілді. Жиынға үкімет басшысының бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаев қатысты. Достық Талғатұлы жалғастырады. Былтыр қырдағы қиын жағдайға, яғни ауа райының қолайсыздығына қарамастан диқандар мол өнім жинап алды. Қырманға түскен жалпы астық көлемі 19 миллион тоннаға жуық. Өткен жылы ауыл шаруашылығының жалпы ішкі өнім көлемі шамамен 4,5%-ға ұлғайып, 2,7 триллион теңгені құрады. Бұл өсімдік және мал шаруашылығы өнімдерінің өндіріс көлемінің ұлғаю есебінен қамтамасыз етілді. Біздің көрсеткен нәтижеміз жаман болған жоқ. Жылдың қорытындысы бойынша 18,8 миллион тоннаға жуық астық бастырылды. Ветеринария саласында республиканың 9 облысы бойынша вакцина қолданбайтын аусылдан таза ел мәртебесін алдық. Бұл отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге мал шаруашылығы өнімін Қазақстаннан тыс жерлерге кедергісіз шығаруға мүмкіндік береді. Еліміздің ауыл шаруашылығы тауар өндірушілер үшін қолайлы жағдай жасауға бағытталған бірқатар заңнамалық актілер де былтыр қабылданды. Ұсақ ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің бірігуіне қол байлау болған кедергілерді жою үшін ауыл шаруашылығы кооперативтері туралы жаңа заң да қабылданды. Органикалық өнім өндірісін дамытуға жағдай жасайтын органикалық өнім туралы құжат та өз күшіне енді. Сондай-ақ айта кету керек, сырттан келетін ауыл шаруашылығы тауарларының үлесі де біршама азайды, яғни қазақстандық нарықта отандық үлес басым. Мәселен, ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілер ішкі нарықты ет өнімдерімен 97% қамтамасыз етіп отыр. Яғни ет импорты тек 3% көлемінде ғана. Бұл өз кезегінде ауыл шаруашылығы тауарларының бағасының тұрақты болуына әсер етіп отыр. Достық Талғатұлы, Мейрамбек Ақмаханов, Хабар. Біреу біреуге сүйеу. Алматының белсенді қыз-келіншектері тұрмысы жадау жандарға көмек берудің тың тәсілін тапты. Қаражат жинап, зәру жандарға тегін нан таратуда. Осы мақсатта арнайы клуб та құрған. Бүгінде оның құрамында 120 мүшесі бар. Мейірімді жандар алдағы уақытта өзге де қайырымдылық шараларын қолға алуды жоспарлап отыр. Бірнеше айдан бері Алматыдағы бұл дүкенде кез келген жан асатасын тегін ала алады. Бұл 120-дан астам белсенді қыз-келіншектің басын қосқан Алматы клубының ұйымдастырған қайырымдылық шарасы. Оларға демеушілер көмектесіп тұрады, ал жетпегенін нәзік жандар жолын тауып өздері қосады. Оның мысалы бір тәсілі, мынау Америкадан келген енді сөз гараж сейл дейді. Гараж сейл деген ол әр адам өзіне енді қажеті жоқ деген заттарын алып келеді тегін. Және оны біз жаңа бір күн тағайындап, сол күні оны сатамыз. Сатқан кезімізде бағасын өте сондай төмен қылдырып қоямыз. Бірақ жинаған ақшаны жаңағы нан сатып алуға жұмсаймыз сол жобамызға. Мәселен, биыл біз өзіміздің гараж сейлімізде 800 мың теңге жинадық. Әзірге мұндай дүкендер саны бірнеше ғана, клубтың құрылғаны да көп болған жоқ. Олар жақындарының қарауынсыз қалған қариялар тұратын солнышко үйіне көмектеседі. Науқас балалардың еміне қол ұшын созады. Ұйымның жұмысына өзге қыз-келіншектер де қосылуда. Мәселен, бір компанияның 5 қызметкері дүкендерді тегін нанмен қамтамасыз ету үшін аптасына 5000 теңге жинап береді. Бұл әрине үлкен қаражат емес, бірақ кейбір адамдар үшін айтарлықтай көмек. Сондықтан өз үлесімізді қосайық деп шештік. Бір уақыт жан-жағымыздағы адамдарға қол ұшын созу баршамыздың парызымыз екенін өзгелер де түсінсе екен. Мұндай көмекке әсіресе егде адамдар дән риза. Біз секілді жас үлкен жандарға көңіл бөлініп жатқандарына қуанамыз. Негізі нанды сатып аламыз ғой, бірақ ақшамыз жетпей қалатын кездер болып қалады. Осындай жағдайды түсініп, бізге мынадай мүмкіндік жасағандар үшін мың алғыс. Клуб мүшелері басқа да игі істерді қолға алмақ ниетте. Мақсат көмекке зәру адамдарға қол ұшын созып, өзгелерді мейірімді болуға шақыру. Нұржан Мергенбай, Галина Муленкова, Кенже Амраев, Хабар, Алматыдан. Талдықорғанда әйгілі жазушы Абай және 21 ғасыр халықаралық клубының президенті Роллан Сейсенбаевтың «Менің 100 кітабым» атты сериясымен жаңа кітаптар оқырман қауымға жол тартты. Алғашқы туындылар Әбу-Насыр әл-Фарабидің, Жүсіп Баласағұнның, сондай-ақ елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың ой толғауларына арналған. Тұңғыш туындылардың әрқайсысы 5000 дана таралыммен шығарылды. Бұл серияға жас жазушылардың да еңбектері енген. Тізімде арнамыздың осы өңірдегі тілшісі Әділхан Сахариевтің де шығармалары бар. Әріптесіміздің «Кентавр синдромы» атты тұңғыш кітабының тұсауы кесілді. Барыс биылғы құрлықтық хоккей лигасын ерте аяқтады. Тұңғыш рет Гагарин кубогы жолындағы жарыстан шығып қалған елордалық команда шығыс тобында 9-ші орынға табан тіреді.
Плей-офф жолдамасы соңғы турда шешілді. Омбының авангардына қонаққа барған Барыс ойын соңындағы Буллиттен жеңіске жетті. Егер Андрей Назаров шәкірттері негізгі уақытта басым түскенде, плей-офф жолдамасы Барысқа бұйыратын еді. Әзірге айтарымыз осы, кешкі жаңалықтарымыз 16:00-де.